Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық, шымылдық, жабық, Айдананың көптен күткен үміткері келді. Асхат есімді. Асхат, енді жаңа жарнамаға кетіп бара жатқан кезде айтқан едіңіз, кейбір жан естімеген сияқты толығырақ айтып кетсеңіз, өзіңіз жайлы. Хат сөйлеңіз, бабажым. Есім Асхат, 33 жастамын. Алматы облысының тумасымын. Бұрын үйленбегем, бала-шағам әлі жоқ. Айдана таңдап келген себебім заманауи қыз, өзіме сондай қыздар ұнайды. Өзім енді кімнің Айдананың көзқарасы да бір аристократичный дейді ғой. Вот сондай. Кейін бір үлкен шыңға жеткен кезде қасымда сондай қыздың, әйелдің өзімнің жұбымның тұрған ұнатамын да, сондай мықты. Жақсы байқап келіпсіз, Айдана, сұрақтарыңыз. Асхат, қош келдіңіз. Мені таңдап келгеніңізге көп-көп рахмет. Енді мен мынандай сұрағым болып тұр да, 33 жас деген енді әжептәуір жас қой. Осы уақытқа дейін үйленбеуіңіздің бір себебі бар ма? Әлде мен сияқты қызды әлі кездестіре алмадыңыз ба? Иә, оның себебі бар, иә. Енді көбісі айтып жатады, тоже сондай сұрақтар көп қой. 60 жастың жартысынан асып кетіп жатсың, не болды ма деп. Енді мен ойлаймын, қазіргі заманауи таңда 33 жас деген ол ер адамға керемет жаста, ақыл тоқтатқан жас, бір істеген жұмысың бар, өзің бір жеткен табысыңмен бір бөлісе аласың деген сияқты. Ары қаратайда енді үлкен жол күтіп тұр. Сонда енді бәлкім сіздей қызды мен кездестірмеген шығармын. Ол да бар, онымен де келісемін негізі. Енді оның бәрін көре жатармыз. Сонда түсінген бойынша сіз карьера қуалап, 30 жасқа дейін әлі үйленбедіңіз, иә? Иә. Қандай жұмыс атқарасыз, құпия болмаса? Немен айналысасыз? Мен пищевой технологпын компанияда, тағам технологы дейді ғой. Кәсібіңіз бар ма? Иә, сол мен бастапқы кәсібім сол. Жақсы. Жалпы енді қыз балаға бір андай қоятын талаптарыңыз бар ма? Ата-анамен бірге тұру деген сияқты. Енді мен заманауи адам, мен ондай талаптарым жоқ, ондай. Қазір екі адам сол өзі жұп болып шешеді ғой кейін. Ондай бүйтіп қоятын қатты талабым жоқ. Мысалы, мен ойлаймын да, Балауса ханым, жалпы менің бір мінезім, қырсықтығым, мысым анау-мынау жігіттерді басып кететін сияқты, анау-мынау жігіттер бір көтере алмай қалатын сияқты көрінеді да. Енді сіз осы жағынан қалай қарайсыз? Қыз бала көнбіс болу керек па, жуас болу керек па, әлде өзінің талаптарын қоя білетін, өзінің орнын қоя білетін болу керек па? Маған шыны керек, жуас қыздар ұнамайды, шын айтайын. Ұнамайды емес, енді жақсы қыз ғой, жуас қыз болған, ол да жақсы. Бірақ маған андай мінезі бар болу керек. Мінезі бар, ішінде өзінің искрасы бар, өзінің алда қойған бір амбициясы бар қыздар ұнайды да. Вот сондай қызбен ғана мен білем, мен өзім де сондаймын. Сондай қызбен екеуміз бірге қосылсақ, энергиямызды бірге жинасақ, біз любой нәрсені жұлып шығамыз.